Мұхит Мерәліұлы 1841 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданындағы Ақбақай деген жерде ауқатты отбасында дүниеге келген. Мұхит жас кезінен ақ әнге, домбыраға әуес болып өсті. Ел аралап, жәрмеңкелерге қатысып, той-думаның сәнін, халық мұрасын дәріптеуші, насихаттаушысы болып, әнші Мұхит Сал Мұхит атанды. Орындаушылық тәжірибесін шыңдай түсіп, өз жанынан да ән шығара бастайды. Оның дүние ай, зәуреш, панкөйлек, қыпшақ, дөң асқан, кербез әндері әншілік өнерінің сан қырлы табиғатын ашады. Ойлы да қуатты, нәзік те сырлы, мөлдір лиризмге тұнған әндерін асқан шеберлікпен орындай жүріп, өзінің әншілік дәстүрін қалыптастырды. Мұхит туралы бірінші рет біздің заманымызда Александр Затаевич қазақ халқының 1000 әні және қазақтың 500 әнмен күйі кітабында Мұхитты қазақтың баяны атап, Қазақстанның батысында Мұхиттың шығармашылығын белгілі ән мектебі деп қарау керек деп жазды. Ол тек әнші ақын ғана емес, күйшілік өнерімен де танылды. Боғда, Еспай, Тазбала, Сәулебай, Абыл күйлерін өте әсерлі орындап, өзі де күй шығарды. Мұхиттың әншілік, ақындық, күйшілік мұрасын біздің заманға балалары Шоң мен Нәу, немерелері Шайхы, Лұқпан, Ғұбайдолла жеткізді. Қазақстан композиторлары Мұхиттың туындыларын өздерінің шығармаларында кеңінен пайдаланды. Евгений Брисоловский Мұхиттың алуаш әнін «Жалбыр», үлкен оразын «Қыз жібек», «Дүние ай» әнін ертарғын операларында пайдаланды. Мұхит Мерәліұлы 1918 жылы дүниеден озған. Мұхиттың әндері оның балалары, немерелері, шәкірттері арқылы бізге жетті. Нотаға түсті, шығармаларға енді. Мұхит мұрасы өлмейтін, өшпейтін жағдайға жетті. Армысыздар, құрметті көрермендер һәм тыңдармандар. Өнерде өрге жүзгендер жобасы бойынша бүгін кезек Батыстың белгілі әншісі, қазақтың баяны аталған дүлдүл әнші композитор Мұхит Мерәліұлының шығармашылығына арналмақ. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Құрмет орденінің иегері, Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясының әншісі Сәуле Таудаева. Сәлеметсіздер. Бүгінгі қонағымыз Сәуле Қазақстанның халық әртісі Құрманғалиевтің төл шәкірті. Мұхит десе Ғарифолла дейміз. Ғарифолланың төл шәкірті бүгін сіздердің алдарыңызда. Енді бүгінгі әнімізді Мұхиттың ән тарихынан бастап кетсек, әндерінің тарихынан бастасақ. Ең алдымен балораз немесе кішайдай аталған әннен бастасақ. Бұл ән Мұхиттан бұрынғы бала ораз деген әншіні Мұхиттың өзі ұстаз тұтыпты. Соған арнап шығарған ән екен, бала ораз деп. Оны кейде кішайдай деп те айтады. Енді Сәуле, осы әннен бастап жіберсек, содан кейін өзіңмен сұхбаттасып әңгімелесеміз.
сіңірген ойды ернем ау ойда дау шарықтап жұртыңды таңайдая салған әлем ой рахмет. Сәуле, бұлан өзі мұхиттың бір шығармашылығының ішіндегі ең бір биік шыңы деп айтуға да келетін ән, иә? Иә. Өзі былай техникалық жағынан да аты кішкентай балау жазып болғанменен өзі кіші емес. Иә. Жоғары жағы да бар, және ең қиын жері үлкен жоғарғы нотта тұрып сөйлейді ғой. Адамның қандай қылсақ жастық шағы деп. Иә, күрделі. Күрделі. Сол енді ол жоғарыдан әндетіп дауысты ұстап тұрып, сосын төмен түсіп кету ол оңай ғой. Ал жоғарыдағы нотаға тұрып сөйлеу өте әншілер үшін өте қиын нәрсе. Содан кейін сол жоғарғы дыбысты айтып келіп төменге түскенде жаңағы тынысты да сол бір қалыпты ұстап тұруға үлкен оған да бір үлкен күш керек. Содан кейін қайта шақшиды жоғарыға. Иә. Өршеленіп тұратын бір ән енді. Мұхит әндері өте күрделі. Өте күрделі. Енді қазақтың баяны деп мұхитты зате іштегін айтпаған деп Ахмет Чуанов өзінің кітабында жазады. Шында да соны өзінің мына әнінен де көріп отырмыз. Енді мынау үлкен ораз, үлкен айдай болып кеткен ән бар. Оған кішкене кейінірек келерміз. Әуелі мына көрермендерменен, тыңдармандарменен өзімді таныстырып алайын. Сәуле Жаман қызы Таудаева бұрынғы Тайпақ ауданында дүниеге келген. Әнге кішкентай бала жасынан құмар болған. Енді әнге келуіңізге кім себепкер болды? Ғарекеңді алғаш қалай көріп, мынау студиясына қалай түстіңіз? Осы жөнінде көрермендерге қызық бар, айта кетсеңіз. Иә, енді қандай өнер адам болмасын, жалпы осы өнерде жүргендер көбі де бала күннен өнерге құштар болдым деп айтып жатады. Мен де солардың бірімін. Мен енді мына мектепте оқитын жасқа дейін әке шешем қырда мал бақты, ал нағашы әжем орталықта тұрды, аудан орталығында. Сол себепті мен сол аудан орталығына 1-ші класс оқығаннан бастап әжемнің қолында жатып оқыдым. Ал енді әжем өнерге өте құмар адам, жан жақты, мынау жырды, бүкіл бұрынғы ескілікті керемет әңгімелерді, аңыздарды керемет айтып отыратын. Өзі сондай құштар, үйде де сол бүкіл Құрманғалиевтің пластинкілерін үнемі тыңдап отырады, жырларды, Алпамыс, Қобыланды, Қыз жібек жырлары болды үйде, соның бәрін қосып тыңдап отырады, және де біздер үйде жүрген балдар соны құлағымызға сіңірдік. Әрине, күнде тыңдай бергеннен кейін құлаққа сіңеді ғой. Құлағымызға сіңіп, бірте-бірте сол осы домбырамен айтатын әнге бір қызығушылық басталды 4-5 класс оқып жүргенде. Оған дейін шынымды айтайын, енді тап осы әжем осыны тыңдатқанда біздер эстрадалық әндерді тыңдап сөйтіп жүрдік енді. Содан солай қарай кетіп қалуымыз мүмкін еді ғой. Кім білген, иә. 4-5 оқып жүргенде мен осы әнге қызығушылығым ашылып, Құрманғалиевтің пластинкасындегі көп әндердің барлығын жаттап алдым. Сөйтіп жүргенде 70 жасына байланысты елге 78 жылдың күзінде гастрольдік сапарменен 70 жасына орай Құрманғалиев келді. Осы Батыс Қазақстан облысының аудандарын концерттік сапармен аралап жүріп, қасында шәкірттері болды, тағы да үлкен өнер адамдары болды. Ол кезде сіз мектепті бітірдіңіз ғой? Мен мектепті бітіріп, аудандық мәдениет үйінде қызмет істеп жүрдім. Сол кезде сол Құрманғалиев біздің елге де келді. Ол кісінің концертін көрдік, тамашалап, одан кейін, концерттен кейін ол кісіге жаңа құрмет көрсетіліп, дастархан жайылды. Сол кезде біздің сол мәдениет үйіндегі ағаларымыз бізде Ғареке осындай талантты бір балдарыңыз бар, мәдениет үйінде жұмыс жасайды қазір. Өзіңізге бір әнші қарап берсін деп мені сол Құрманғалиевтің алдында ән айтқызды. Ол кезде мен Құрманғалиевтің бүкіл әндерін жаттап алған пластинкіден. Соның ішінен сол Сәулемайды айтып бердім. Екі ғана жирен ай, иә? Екі ғана жирен ай. Сосын тағы бір әнді айттым, Ақбөбек. Ғарекең сонау төрден ұшып тұрып, риза болып маған шауып келді. Айналайын, сен қайдан үйрендің бұл әннің бәрін?
Сосын аға, мен сіздің пластинкаңыздан үйрендім дедім. Ой, айналайын, сен осы жазда, 79-дың жазында сен менің классыма оқуға кел. Мен сол ән үйретем, мектебім бар деп сөйтіп айтты. Содан кейін, ой, айналайын, сен болашағың зор, сен оқысаң мықты әнші боласың деп маған арқамнан қағып ризашылығын білдірді. Дауысың жақсы екен, жақсы айтасың екен деп. Содан сол қуанып қалдым. Сол жас шыққанша жүрдім, өзімше көтеріліп, сол әнді, бүкіл әндерімді күнде айтып, дайындалып, Ғарифолла Құрманғалиевтің классына түсем деп дайындалып. Содан кейін сол жас шығып, Ғарифолла Құрманғалиевтің классына бардым. Сол көп үміткерлермен жаңағы бірге мен де сол класста оқуға қабылдандым, Құрманғалиевтің классына. Ғарекеңнің классына қабылданғанда біздер сол группада 12 бала болып қабылданған екенбіз. Жан жақтан келген студенттеріміз, Батыстан бір 3 қыз бала оқыдық. Басқа балдардың барлығы басқа жақтан оқыды. Сабақ басталды 79-дың күзінде. Сол Ғарекеңді көзіммен көргеніме сондай өзім бақыт сезіндім. Ол енді дауысын сол концертінде ауылда бір көрдім. Одан кейін класста отырғандағы келбеті ол кісінің мүлдем өзгеше, сондай бір көзіме сенбеймін, бір сондай өзімді бақыт сезініп отырдым. Бала күнімнен пластинканы тыңдап өсіп, енді шынымен осы кісінің алдында мен шәкірті болып отырмын ба дегендей бір сондай бақытты сезімдер болды менде. Сабақ басталғанда сол әндерді үйретіп бастады. Өте бір сондай сабақта өзінің методикасы бар екен. Емін-еркін отыруға шәкірттерін солай ыңғайлайды. Әзіл қалжыңдары бар, керемет. Күледі, осы сөйтіп отырамыз. Өлеңді үйреткенде жаңағы тапсырма береді. Білген әндеріміздің бәрін әуелі Ғарекеңнің алдынан өткізіп айтып шығатын болдық. Содан кейін жаңаңге көшеміз деп, білген әндерімді айтыңдар деп. Сол білген әніміздің бәрін көрсеттік. Ең бірінші бүгіннен бастап сол 5 әнді айтып көрсетесіңдер деп. Кімде 5 ән бар, сол бар әндеріңді көрсетесіңдер деп. Сол 5 әнімнің бәрін айтып шықтым. Ғарекең риза болып, дұрыс деп, керемет, тамаша деп, бір жерін ғана бір дүзеп, сондай 1-2 жерін. Тағы да басқа оқушыларға да солай кейбіреулер шамалы біледі екен, аз әнмен келген екен, сол сияқты басталып кетті. Ертеңінде осы әнді пысықтап, ширатып алып келіңдер деп осылай тапсырма береді. Ол әндерімізді өткізіп, бәрінен Ғарекеңнен жақсы деп айтқаннан кейін тағып 6 әнге тапсырма береді, өстіп жалғасып кетті сабақ. Керемет, әзіл қалжыңмен сосын әндердің тарихын айтып отырады. Өзінің анау үлкен опера сахнасындағы бірге істеген әріптестерін, Каукен, Шабал, Құрманбек, Күләш Байсейітова, Қанабек Байсейітов, осы кісілердің барлығының өнерін сондай үлгетіп, үнемі соларды сағынып, ой керемет еді. Манарбек қандай еді, Шегені екеуміз айтамыз. Мен ол айтып жатқанда сахнаның сыртынан тыңдап тұрып жаттап алдым. Ой, ғажап қой, бұл нағыз өнер адамдары ғой, кісілігі қандай еді деп. Солай әңгімелеп отыратын. Біздер ол кезде сол Ғарекеңнің айтуында біліп, ол кісілерді жүрдік. Кейіннен көріп, сол оқып кітаптардан сонда Ғарекеңнің сол айтқандары бәрі миымызға құйылып, есімізге түсіп, қандай тамаша адамдар өнерін құрметтеп, сол кісілерді үнемі айтып отырады, есінен қалдырмай. Сонымен студияны 80-ші жылдың күзінде Ғарифолла Құрманғалиевтің жары Рабиға апамыз өмірден өтті. Сол кезде Ғарекең қатты бір қайғырып, қиын жағдайда болды. Бәріміз Ғарекеңді ренжітпеуге тырысып, 1 айдай көлемінде сол сабақта болған жоқ. Содан кейін біртіндеп Ғарекең өз-өзіне келе бастап, әндерін енді берген тапсырмаларын құпты орындауға тырысып, ренжітпеуге тырысып солай жүрдік. 80-ші жылдың күзінде сосын Әміре Қашаубаев атындағы алғашқы дәстүрлі әншілер конкурсы болды. Сол конкурсқа біздің класстан Ғарекең маған барасын, қатысасын деді. Сол кезде Ғарекеңнің 70 жасына арналған жаңа домбырасы болды. Арнайы тапсырмамен істеген. 18 пернелі Ғарекең өзі класста алып келіп, ой, мен мұнан тарта алмаймын деп бай қойып қояды. Ол 18 перне ғой.
сол домбыраны алып келіп маған осымен шығасың, сенің домбыраң жаман деді. Ол кезде біздер домбырамыз ескі шамал домбыралармен жүре береміз. Әлі домбыра. Аса қарапқын домбыралар бар кезекте. Сонымен сол әмірек конкурсына қатыстым. Сол конкурста Қарекең жюри мүшесі болды. Үлкен сол жюри мүшесі құрамында үлкен өнер адамдары болды. Сол кезде ешқандай қысылмаймыз. Ол кезде конкурста бір турда 6 ән айтамыз. Екінші турда 6 ән айтамыз. Көптеген үлкен филармониялардан келіп, тәжірибелі әншілер келіп қатысты. Ал біздер студенттер студияны Жәнібек Карменовтың класынан, енді Жүсіпбек Елебектің класы ғой, ол кезде Жәнібек Карменов марқұм ағамыз сабақ беріп жүрді. Қарекеңмен параллельно. Ол кластан Мерхан Адамбеков деген студент қатысты біздің кластан. Мен екеуміз қорытындысын айтқанда сол әміренің конкурсында лауреат номинациясына ілігіппіз. Құлағымызға сенбедік, қуанып, бұл шын ба өтірік пе деп аңтарылып тұрмыз. Әрине енді бұл ол кезде біз әлі бір сондай ширатып әнімізді піскен жоқпыз, енді ондай кәнігі әнші бола қойған жоқпыз. Осы жетістікті біз әрине бұл Қарекеңнің арқасы, біздің болашағымыздан күткен болар. Сосын үшінші лауреат номинациясына іліктіргеннен кейін жауапкершілігі біздерге өзіміз күшейттік. Енді сол оқу барысында өзімізге, мен әсіресе өзіме үлкен бір жауапкершілікті алдым. Енді Қарекең деген мұхит әндерін бізге жеткізуші алтын көпір. Барша мұхит әндерінің барлығын біздер үйреніп шықтық Қарекеңнің класынан. Батыс әншілік мектебінің бүкіл әндерінің бәрін үйреніп шықтық десек болады. Соның ішінде мұхит әндерінің белгілі болған әндерінің бәрін түгелдерлік үйреніп шықтық. Кейбіреулердің тарихымен айтқан шығар. Тарихында айтты, иә. Енді мұхиттың бір әнін тағы бір тыңдасақ. Енді мұхиттың әнінен мен жылқышы әнін орындап берейін. Жылқышы өзінің тарихы бар енді. Біздің уақытымыздың тарлығына байланысты оның бәрін айтып жатпайық. Негізі ғашықтық ән. Мұхиттың әндерінің көбін арнау әндер деп айтуға болады деп жазады Ахмет Жуанов академик. Мынау зәурешеде арналған ән, үлкен айдай деп жүргенімізде, кіші айдай деп жүргенімізде бәрі үлкен ораз, кіші ораз, балаораздарға арналған ән. Мынау жылқышыда сондай бір тарихқа арналған, зәурешеде сондай тарих, бәрінің де бір арнау бар. Енді бұның тарихының бәрін айтып жатпайық, ән тыңдайық, яғни мұхиттың әні жылқышы. Айдың гүлден айдай
мұхиттың әндері сан қырлы, әр диапазонда жазылған. Жаңағы өзің айтқан кіші айдай, немесе жылқышы, олар енді жоғарғы диапазондарда айтылатын ән болса, дидар, жан телім сияқты ортаңғы диапазонда айтылатын әндер. Сосын мынау жайма қоңыр, алуаш, демалыс сияқты төменгі диапазонда, ортаға жақын төменгі диапазондарда айтылатын әндер бар. Мынау жайма қоңыр деген әннің өзі әр жерде бар. Естайда да бар бұл жайма қоңыр, ақанда да бар майда қоңыр, мұхитта да бар жайма қоңыр. Ән өзі қазақтың тірлігінің өзі бір қоңыр тірлік қой. Адам өзімен өзі бір сырласып, өзінің ішкі дүниесімен өзі сырласып отырғандағы келетін бір қоңыр әуен болса керек. Жайма қоңыр әні осылай келеді екен. Енді мен соны орындап берейін. Тәкаппар неге керек мен кісай, өлеңді неге айтпайды білген кісау. Алыстан сұлу көркіңі көз тартқандау, қасыңнан неге кетсін Тәкаппар неге керек басы кісай, ойнайды көзің қысып ғашық кісай. Білдірген көңіл сырымы ишаралап, одағы ғашықтықтың басыртқысай деген екен. Енді Сәуле жаңағы әңгімеміздің басында айтқандай, мұхиттың ортаңғы регистрде де салған әндері бар, қоңырлатып салатын әндерінің бірі осы жантелім. Осы жантелімді бір тыңдап көрсек.
Ой, рахмет. Енді Мұхиттың төменгі регистрдан айтылатын бір әні бұл Алуаш. Алуаш әнінің де біреуге арналғаны бұл әрине гаміл. Ақанның жазуынша бір байдың үйіндегі ару келіншекке арналыпты. Сол ел аралап жүргенде келіп, сол байдың үйіне қонақ болғанда көріп, келіншектің ән тыңдау, әнге деген құштарлығы ұнап, әрі сұлу да болса керек әрине. Не болғанда да әйтеуір Мұқаңның жүрегін былқ еткізіпті. Соған арналған шыққан ән екен. Енді мен соны орындап көрейін. Белім бе асынғаны меу бұйта бұшақ, көрдім де әнші жүздің еу шайдың бұшақ. Айқалы бош отырмысың еу жатырмысың айдында жалғыз жүзген. Ағай аққу саптай дайдырайға. Айналайын еу асыл еркем, ішінде көп құрбың ей болдың көркем. Сөргенім дүниеден ау жалғыз сенсің, сөзіме менің айтқан. Ау жаным сенсең дайдырайда. Гүлдерден көгал үйрегеу қазарымай, ақ бетің айдың жарқынеу ажарымдай. Алдыңнан барсам қайтыма өтет алмаймын, жылы сөз болама деп. Базарым айдай-дайдырайда. Дейді. Мұхиттың тағы да бір тамаша сұлу әндерінің бірі, яғни делерек айтқанда әннің бірі, бұл Шандоз. Бұл Шандоз туралы біздің қолымызда дерек жоқ. Ақанның кітабында да ашып айтқан дерек табылмады. Әйтсе де бұл кісінің аты ма, әлде бір сұлудың шандоздығына, соның бір кербездігіне арналып шыққан ән бе, әйтеуір кім не болғанда да бір сұлуға арналған ән. Енді осы Шандозды тыңдап көрсек, Сәуленің орындауында. Жүруші
Әрине, біз бүгін Мұхиттың шығармашылығын азғантай ғана уақытта түгел адақтап шығуға мүмкіндігіміз жоқ. Біз оның сәл ғана, ұшқынын ғана айтып шықтық. Мұхит әндері қазақ өнеріне үлкен үлес қосқан, қазақтың классикалық өнеріне үлес қосқан композитор Мұхит. Мұхиттың әндері қазақ операларына да пайдаланған. Брусиловский өзінің қыз жібегінде пайдаланған, жалбырында пайдаланған, жалбыр операсында. Сол сияқты Затаевич, Шайбельский, Шаргородскийлер шығармашылық, мынау аспаптық шығармашылығында пайдаланған, біраз әндерін пайдаланған деп айттық. Әрине, енді Мұхит ел аралап, ол кезде теледидар жоқ, сахна жоқ, халық сол малдарын жайғап тастаған кейін жаздың күндері жаңағы көлеңкеде отырып, түніменен отырып тыңдап, таң саз бере, Мұхиттың өзі де ертең бұлардың жұмысқа кететін білет, демалсын дейтін шығар. Өзі де демалысы келетін шығар. Енді қой жарар, енді осыменен болды демей, бұл демалыстың өзінде әнменен сұрап айтқан болу керек. Демалыс дейтін әні бар Мұхиттың. Сол демалыс деген ән орындап берейін. Сонан соң біз де көрермендерге қош сау бол демекпіз. Домбыра екі шектілі түрлентіп 12 алуанын салғаным отырған үлкендерден болса рұқсат шаршадым біраз рағып демалайын салдым мұңғолтығы шоғырырлеп Торбестат белдеуде тұрып босқа шөлдіп отырған жақсыларды болса рұқсат телейін ашықтырмай атты жемді атты жемді Ой, рахмет. Міне құрметті көрермендер һәм тыңдармандар, бүгін біз сіздерді әнші Мұхиттың өмірі мен шығармашылығыменен сәл ғана болса да таныстырдық. Біздің халқымыздың ұлылары ұмыт болмағай. Сәуле бүгін біздің кітапханамызға келіп, оқырмандарымыздың көңілін көтеріп, Мұхит шығармашылығынан біраз ән орындап бердіңіз, алтын уақытыңызды бөлдіңіз. Сіз жақында Алматыға үлкен бір шығармашылық сапармен кетіп бара жатсыз. Сапарыңыз сәтті болсын, аман есен, барлығы сәтімен болып, аман оралуыңызға тілектеспіз. Көп рахмет.